Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте жұмсақ варенка қосылған сдобный булочки пісіреміз. Ең алдымен апарасын дайындап аламыз, яғни ашытқысын. Ол үшін бізге ыдысымыздағы жарты айран мен жарты жылы сүт, дрожжымыз және қантымызды қосып жақсылап араластырамыз да, бетін жауып кішкене көтерілгенше 5-10 минут күте тұрамыз. Қамыр илейтін ыдысымызға айранымыздың қалғанын, жылы сүтімізді, айран мен сүт міндетті түрде жылы болу керек, қантымызды, жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Еріген майымызды құямыз, сливочный майды, және де тұзымызды қосып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Толық араласып болғаннан кейін жаңағы бірінші жасап қойған апарамызды тоже араластырып, жақсылап үстіне құямыз да, оны сеуіп отырып, біртіндеп, асықпай ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып, қамыр илейміз. Қамырымызды өте жұмсақ илеуіміз керек. Бірден қатты илейтін болсақ, сіздің булочкаңыз қатты болып көтерілмей қалуы әбден мүмкін. Сол үшін ұнды осылай бөліктеп салып, қолмен араластырып, асықпай илейміз. Менің каналымда басқа да рецептерді көру үшін лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Толық рецепті видеоның астындағы описание бөліміне қалдырамын. Дайын болған қамыр қолға жабысуы мүмкін, бірақ үстінен ұн қоспаймыз. Осы бар ұнмен жақсылап илейміз және де бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қоямыз. Біздің қамырымыз осылай толығымен көтерілді. Көтерілген қамырды аламыз да, шетінен дөңгелектеп, массасы 80 грамм болатын бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай өлшеп алып бөліп алдым мен. Бөліп, дөңгелектеп, және де бетін жауып, тағы да кішкене 5-10 минут көтерілгенін күтеміз. Енді булочкаларымыздың формасын жасауға кірісеміз. Бізде начинка вареная сгущенка. Вареный сгущенканы салғаннан кейін жақсылап жабамыз, шетіне ағып кетпес үшін. Және де осылай кескішпен кесіп алып, видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, өте әдемі узор болып шығады. Осылай барлығын бір формада жасап шығамыз. Булочкаларымызды толық жасап болғаннан кейін міндетті түрде расстойкаға қоямыз, яғни көтерілгенше тұру керек, жарты сағаттай тұрады. Егер де расстойкаға қоймай асығыс жасайсақ пешке салатын болсаңыз, ішіндегі начинка ағып кетеді және қамыры қатты болып қалуы әбден мүмкін. Расстойкадан кейін барып бетіне жұмыртқаның сарысымен сүтті жағып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз, қызарған кезде ала бересіз. Булочкаларымыз осылай қызарып піскенде пештен ала береміз. Біздің булочкаларымыз пісті. Өте жұмсақ, дәмді әрі нәзік болып шықты. Ас болсын, сіздермен болған Гүлназ. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.